وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Бәріміз білетін аят. Үлкен тақырыпқа кіріспес бұрын аздап мағынасына тоқтап өтейік. Біз сендерді жараттық, сендерді жаратып сендерге пішін бергендіктен, мен сендердің не нәрсені ұнататындарыңды білемін. Себебі мен сендерді жоқтан бар еткен. Сендердің болмыстарыңды, жан дүниелеріңді мен жасағандықтан, сендердің әрбір дене мүшелеріңді білемін. Сендердің не нәрсені қалайтындарыңды және сендердің не нәрсеге әлсіздік танытатындарың да маған мәлім. Сендердің физикалық дене бітімдеріңді жаратқаннан кейін, сендерді құрметті ететін нәрсені сонда орналастырдым. Ол нәрсені бұл аятта Алла айтып тұрған жоқ, бірақ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. біз періштелерге адамға сәжде жасаңдар дедік. Бәрі сәжде жасады, тек Ібліс қана сәжде етпеді. Ол сәжде етушілерден емес еді. Ол сәжде жасамайтын еді. Ол ешқашан сәжде етпес еді. Алла оған сәжде етуге бұйырмай тұрып, оның сәжде етпейтінін білген. Алла оған قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ. не нәрсе сәжде етуден, менің бұйрығымды орындаудан сені тоқтатты, дейді. Бұл оқиғаны білесіздер ғой. Алла мен Іблістің арасындағы диалогты еске тағы бір алайық. Бұл өте маңызды. Ібліс, мен одан артықпын. قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Сен мені оттан жараттың, ал оны топырақтан жараттың, деген. Білесіздер ме, кәпір адам Алланың оны жаратқанына сенбейді. Алланың холик, жаратушы екенін мойындамайды. Ал мұнда Ібліс, сен мені жараттың дейді. Ол тек Аллаға сеніп қана қоймайды. Ол Алланың жаратушы екенін мойындап, Аллаға сен мені жараттың деп тұр. Іблістің кәпір болуы оның Алланы мойындамауында емес, оның кәпір болуы Алланың бұйрығын орындамауында. Осыны 3 рет қайталап айтамын. Оның кәпір болуы Алланың бұйрығын орындамауында. Оның кәпір болуы Алланың бұйрығын орындамауында. Оның кәпір болуы Алланың бұйрығын орындамауында. Неге мен бұны 3 рет айтып отырмын? Себебі осы сөздерімді естіп отырған адамдардың кейбіреулері Аллаға бойсынбайды. Алланың парыз еткен амалдарын орындамасам да, мен Аллаға иман келтіремін, Аллаға сенемін. Мен кәпірлер сияқты Алланы жоққа шығармаймын. Кейбір дұрыс емес нәрселерді істеп қоямын, бірақ мен кәпір емеспін ғой, деуі мүмкін. Іблістің кәпір болуы Алланың бұйрығын орындамауында. Сіздің бірден кәпір болуыңыз шайтанға қажет емес. Сіз Алла менің жаратушым деп айтуыңыз мүмкін. Шайтанның сізге істетуі керек болған нәрсе, ол Аллаға бағынбауыңыз. Шайтан сіздің Алланың бұйрықтарын орындамауыңызды қалайды. Сіз осыны түсінуіңіз керек. Егер өз-өзіңізге мен әйтеуір Аллаға сыйынамын деп жүрген болсаңыз, жақсы, бірақ шайтан да Алланы мойындаған емес пе? Ол да Алланың жаратушым дейді. Міне, осыған байланысты шайтанның кәпір болуының себебін 3 рет қайталадым. Алла баршамызды кіші әрі үлкен, ашық әрі жасырын күпірліктен сақтасын.